Сәлем, бүгін сіздер зона 51 деген не? Неліктен онда адамдарды кіргізбейді? Сол аймақта жұмыс жасаған адамның қоңырау шалғаны. День независимости фильмін неліктен Америка билігі түсіруге тыйым салынған және өзге ғаламшарлықтардың ұшу аппараттарымен жұмыс жасаған Боб Лазардың оқиғасын білетін боласыздар. Біріншіден, менде сіздерде қызық тұратын сұрақ ол неліктен зона 51 соншама атақты? Барлығы 1947 жылы болған Розуэлл апатынан басталады, яғни осы аймақта өзге ғаламшарлықтардың ұшу аппараты апатқа ұшырайды. Кейіннен сол аймақта зона 51 деген базаны құрады. Және сонда өзге ғаламшарлықтарға неше түрлі эксперименттер жасаған деген өсек тарайды. Бұл жерден негізгі сөз өсек. Енді барлығы ретімен 51 зонаның атауынан бастайық. Негізі бұл жердің ресми аты Невада штатындағы тест және жаттығуға арналған полигон. Қазіргі атты алу себебі Невада тест сайт аймағының жақында орналасуы себеп дейді. Невада тест сайт аймағында екінші дүниежүзілік соғыстан кейін атом бомбаларына сынақ жүргізген және сол аймақта бірден бастап зона 51-ге дейін бөліп тастаған. Базаның атауы осыдан пайда болған. Егер сіздер Google-ға зона 51 деп жазсаңыздар, мынандай тақтайларды көруге болады. Бұл тақтайларды жақындауға болмайды, фотоға түсіруге болмайды, мүлде жақындауға болмайды деген сияқты сөздерді көруге болады. Яғни бұл базаның қасына ешкім жақындай алмайды деген сөз. Және кейбір тақтайларда егер жақындап фотоға түсірген жағдайда қару қолданылатыны ескерткен. Егер картадан зона 51-ді қарайтын болсақ, жұмбақ, дымы жоқ, жай аэропорт секілді, бірақ ол айсбергтің төбесі секілді, яғни базаның негізгі бөлігі жердің астында болуы әбден мүмкін. Бұл дәлелденбеген, сондықтан әлде сену қиын, бірақ 1997 жылы Coast to Coast радиостанциясына зона 51-де жұмыс жасаған ессіз ер азамат қоңырау шалады. A former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. I started getting. Бірақ аз уақыттан соң радиостанция эфирді тоқтатады. In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government or I don't know. Зона 51 жайлы танымал әрі жұмбаққа толы оқиғалардың бірі бұл Боб Лазардың әңгімесі. 1989 жылдан бастап ол зона 51-дегі S4 корпусында жұмыс жасаған. Оның айтуынша, ол көптеген өзге ғаламшарлық технологиялармен жұмыс жасап, олардың жұмыс жасау принциптерін талдаған. Өзге ғаламшарлықтар өздерінің ұшу аппараттарында отын ретінде 115-ші элементті қолданылатынын айтқан. Ең қызығы және ең таңғалдыратыны бұл элемент 2003 жылы ашылады, яғни Боб Лазардың әңгімесінен 14 жыл өткеннен кейін барып ашылады. Осы кезде мен таңғалдым. Бірақ оның әңгімесінде кейбір сәйкес келмейтін шикіліктер де бар. Өйткені ол MIT институтында оқығанмын деген. Бірақ оны MIT институтында оқығанын растайтын құжаттар да жоқ. Және оны MIT-де танитын, растайтын адамдар да жоқ. Кейін оны тексеру үшін сол институтта жұмыс істейтін бір профессор немесе мұғалімнің атын атауды сұраған кезде ол бөтен оқу орнындағы мұғалімнің атын атаған. Ал ол мұғалім Пирс колледжінде сабақ береді. Ал Боб Лазардың өзі сол Пирс колледжінде тіркелген. Бірақ ол бұл айыптаулардың барлығын жоққа шығарады. Сонымен бірге болашақта мүлде НЛО-мен байланысы болғанын қаламайтынын айтады. Қазіргі таңда сіздер зона 51-ді өз көзіңізбен көре алатын тек бірнеше жер бар. Олар тек абу шыңы, бірақ зона 51-ді көру үшін жап-жақсы бинокль немесе телескоп қажет болады. Себебі зона 51 тек абу шыңынан 48 километр қашықтықта орналасқан. Бұдан да жақынырақ қарауға болатын жерлер бар. Мысалға White Sides, Freedom Ridge. Бірақ бұл жерлерді Америка құрама штатының билігі 1995 жылы жауып тастаған. Бірақ сіздер әрбір күні кез келген адам кез келген сағатта Лас-Вегастағы Маккарен әуежайынан зона 51-ге қарай ұшатын ұшақты көрсеңіздер болады. Ол бір күнде 20 рейстен 1000 жұмысшыны сол жаққа тасымалдайды. Ең қызығы, жұмысшылардың киімдері ешқандай әскери форма немесе басқа да униформа емес. Зона 51 аймағында осы ұшақтан басқа ұшақтарға ұшуға тыйым салынған.
зона 51 аймағында осы ұшақтан басқа ұшақтарға ұшуға тыйым салынған. Жаңылып баршақ деп кеттім. Зона 51 аймағында осы ұшақтардан басқа ұшақтарға ұшуға тыйым салынған. Тіпті Америка Құрама Штатының әскери ұшақтары да ұша алмайды. 1996 жылғы День независимости атты толық метрлі фильм үкіметтен әскери базаларда түсірілім жүргізуге рұқсат алған. Бірақ кейін сценарийді толық оқығаннан кейін онда зона 51 жайлы әңгіме болғандықтан қайтадан тыйым салынған. Бірақ енді 2009 жылы зона 51 деген атпен емес, Планета 51 деген атпен мультфильм жарық көрген. Әдетте фильмдердің барлығында өзге ғаламшарлықтар біздің жерімізге келеді. Бірақ бұл мультфильмді сценарий керісінше, яғни Планета 51 атты ғаламшарға NASA миссияны жоспарлап, онда өзінің астронавты жібереді. Ал онда жап-жасыл адамдар деп айтуға келмейтін тірі жандар жүгіріп жүреді. Мені таңғалдыратыны, Америка Құрама Штаты 2012 жылға дейін зона 51 жайлы ештеңе айтпаған, ешкімге ештеңе ресми түрде жарияламаған. Бірақ 2015 жылы ЦРУ жариялаған құжаттарда сол базада U-2A12 атты ұшақтарға тесттер жүргізілгені айтылған. Сол жылдың желтоқсанында Обама зона 51 шынымен бар, бірақ онда тек ұшақтарға тест жасалынатын көпшілікке айтқан алғашқы президент. Барлығын мазалайтын, жанына маза бермейтін, маған ең көп қоятын сұрақ, натуре ояқтан не уатып деген ой маған күнде жазылады. Шын айтам, маған күнде жазылады. Ал енді шынымен айтатын болсақ, мен осы видеоны жасау барысында мен сіздерге шындықты айтқым келді. Мен осы видеоны жасау барысында мен неше түрлі мақалаларды оқыдым, видеоларды көрдім, статьяларды оқыдым және көптеген адамдардың пікірлерін оқыдым. Осы информацияның барлығын мен өзімнің миым арқылы саралау барысында менің айтсам күлкім келді. Өйткені олардың ойынша зона 51 өзге ғаламшарлықтардың базасы. Екіншіден, зона 51-де Америка Құрама Штатының билігі мен өзге ғаламшарлықтар келіссөз жүргізеді екен. Өзге ғаламшарлықтар зона 51-де жер планетасын жаулап алуды жоспарлап жатыр екен. Сол үшін көп нәрсені біле бермейтін адамдар осындай видеоларды көреді, олардың санасы улана бастайды. Сол үшін ютубтан немесе интернеттен нені көрсеңізді, нені оқысаңызды, біріншіден оны шындыққа жанаса ма, соны ойланыңыз. Екіншіден, оны растыққа тексеріңіз. Және өздеріңіз видеодағы құжаттардан көргеніңіздей, Америка Құрама Штаты осы зона 51-ді өте қатаң бақылауда ұстаса, яғни онда басқа елдерге білуге болмайтын заттар бар. Яғни мүмкін мықты технологиялармен жұмыс жасайтын машиналар, мүмкін жылдам ұшатын ұшақтар да болуы мүмкін. Бұндай зона 51 сияқты базалар кез келген елде бар, тіпті біздің Қазақстанда да бар, бірақ біз оны білмейміз. Сол сияқты, сондықтан да түймедейді, түйедей қылудың қажеті жоқ. Әрдайым не болса да тексеріңіздер, ойланыңыздар, саралаңыздар. Әдеттегідей каналға тіркеліңіздер, тегін лайктайын басыңыздар. Өзің дамыт. Пока.